Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн баршаларыңызға. Біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз. Өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында жаңа жоба әкіммен бүгін бірінші бөлім Жәнібек ауданындамыз. Яғни Жәнібек ауданының әкімімен сыр сұхбат құратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл әкіммен жобасы. Біз бастаймыз. Біздер дәл қазір Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы тәуелсіздік алаңындамыз. Дәл осы жерден кейін әкіммен бағдарламасымен әкіммен сұхбат құруға, яғни Жәнібек ауданының әкімдігіне баратын боламыз. Бұл жер Жәнібек ауданының орталығы. Біздің артымызда тұрған бұл мәдениет үйі, ал анау тұрған прокуратура. Ал біз қазір осы Жәнібек ауданының әкімдігіне кіретін боламыз. Дәл қазір іште жиналыс өтіп жатыр. Әкімдік таңғы лездеме қызметкерлерімен енді бізге өз рұқсатын берді. Сол жиналыс біткен соң әкіммен сұхбатымызды бастаймыз. Жәнібек ауданының әкімдігіне екінші қабатта тұрмыз. Сағат 9-дан 7 кетті. Жаңа ғана таңғы лездеме бітті. Енді бұйырса әкімге кіргелі тұрмыз. Кеттік. Бұл енді қабылдау бөлмесі. Осы жақтан қабылданып, біздер одан әрмен қарай кіретін боламыз. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Тимур мырза өзінде? Иә. Мінекей. Жәнібек ауданының әкімі Шениязов Тимур Серікұлы. Болады ғой? Болады. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Қош келіп жатсыздар. Рахмет. Иә, сол Жәнібек ауданына келіп қалдық. Енді осы жаңа келіп енді жиналыста отырғаныңызды естідік. Сағат жиналысты да бітіріп, енді сізбен сұхбатымызды бастасақ па деп тұрмыз. Жақсы. Келсесіз. Осы жерге отырамыз ба? Петличка таға қояйын сізге. Бізде көріп тұрсыздар, барлығы шынайы. Қазір петличка таққанымызды түсіреміз. Свет жанбай жатыр. Таға бешеш. Рахмет. Қонақтарымызға, спикерларымызға қоятын ең бірінші сұрақ, жалпы әкім болуға сізді не түрткетті? Бұл қызметте басты мақсатыңыз қандай? Енді мемлекет қызметші болуға ата-анамның келе бастағыш. Сіздердің импровизацияларыңыз қиын олайын деп тұр. Мемлекет қызметші болуға басты себепші болған атам мен ата-аналарым. Әкем марқұм кезінде осы жерде мемлекет қызметші болды, дербес бөлімді басқарды. Анам да осы жерден есепші қызметінде жұмыс жасады, осы жерден жаңа зейнетке шықты. Бала кезімнен сол көріп өскенім. Әке шешемнің жаңа жұмысы, сол өзімде өскеннен кейін осы мемлекет қызметші боламын деп шештім. Жалпы енді Жәнібек аудан жөнінде, жұмысыңыз жөнінде әңгіме өрбітсек, жалпы өңірлеріңіздің даму бағыты қандай? Қандай жобалар басымдылыққа ие? Негізгі енді ауданымыздың басты салаларының бірі бұл ауыл шаруашылығы, соның ішінде мал шаруашылығы. Қазіргі таңда 400-ден астам шаруа қожалықтарымыз бар, 80 мыңға жуық ірі қара малдарымыз бар. Енді перспективада да осы бағытты біздерде жандандыру. Осы бағытта. Енді бұның сыртында да басқа да жаңа бизнестің түрлері бар. Бізде шағын орта кәсіпкерлікті дамыту сияқты. Биылғы жылдың өзінде де 3 миллиардқа жуық жеке инвестиция тартамыз деген жаңа жоспарымыз бар. Алдымызда тұр. Ауданға инвесторлар тарту. Ауданға инвесторлар келеді деп отырмыз. Жалпы енді біздер енді осы Жәнібекке келе жатқан кезде, бұрынғы кездері осы үлкен мәселе жол болатын. Енді қазір ауданға дейін жол тартылған. Өте ерекше инфрақұрылымның дамуына да көзіміз жетіп жатыр. Жалпы
Басқа да қандай инфрақұрылым мәселелері бар? Халықты алаңдататын. Иә, рас, енді осы күнге дейін біздерде жол мәселесі ең өзекті мәселе болып келді. Өзіңізге белгілі, мына 2018 жылы президент өңірімізге келгенде оңтүстік аудандарға, соның ішінде Жәнібек, Бөкей Ордасы аудандарына жол тарту мәселесін тапсырмасын берген болатын. Енді осы 2023 жылы мен тағайындалатын жылы облыс әкімі Нариман Төреғалиұлы ол кезде әлі 100 шақырымдай жол салынбап еді. Соны жылдың соңына дейін біздер аяқтауымыз керек, бірінші слой асфальтын төсеп қатынас беруіміз керек деген тапсырма берген болатын. Енді сол кісінің тікелей өзінің араласуымен сол айтқан жаңағы уәдесі, тапсырмасы бәрі де орындалды. Былтырғы жылы екінші слой асфальт төселіп, жол пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта енді бірталай жеңілдіктер көріп жатырмыз. Инвесторлар да соны байқап сезіп жатыр. Қазір осы ауданға келуге, жұмыс жасауға ниет білдіріп жатыр. Сонымен қатар ауданымыз мына шекара маңында орналасқан, өзіңіз жақсы білесіздер. Осы жерде мына Ресеймен екі ортада өзімізде шекара өткізу пункті бар. Бұл жерде де біздер жаңағы пассажир поток дейміз, грузопоток дейміз, соны ұлғайғанын да байқап отырмыз. Әкім ретінде қандай басты қағидаларды ұстанасыз? Өзіңіз ерекшелігіңіз осындай қағидам бар айта алады. Әкім ретінде енді біріншіден Жәнібек ауданы өзім туған ауылым. Туған жеріңіз. Осы жерде дүниеге келдім. Осы жерде әке-шешем жаңа айтып кеткендей жұмыс жасады. Осы жерде еңбек жолын бастадым. Осы жерде жаңа балаларым дүниеге келді, көрінді. Не де болса да сол ауылдың дамуына аянбай жұмыс жасау, қолдан келгенше адал болу, таза болу. Осы қызметке келгенде бірінші кезекте қандай мәселені шешкіңіз келді деген кезде жол мәселесі болар, Жол мәселесі. Үлкен шешілген мәселе қазіргі таңда. Бұл енді, осы күнге дейін жаңа айттық қой, енді аудан орталығына жол болған жоқ. Енді ол мәселе шешілді, бірақ та біздерде Жәнібектен бөлек тағы да 17 елді мекеніміз бар ауданымызда. Сол ауылдардың жаңа кіреберіс жолдары бар. Сол ауылдарды жаңа аудан орталығымен қосу, облыс орталығымен қосу мәселелер қазір алдымда тұр. Біздерде енді өзіңізге белгілі, мына аудан орталығы, округтың орталықтары бұлар республикалық бағдарламаларға жатады, яғни оларды қаржыландыруға болады. Республикалық бюджеттен немесе облыстық бюджеттен. Кішкентай жаңағы елді мекендер бар. Ол жерде 30 шақты, 40 шақты үйлер болады. Олар бірде-бір бағдарламаға жатпайды. Олар да осы мәселені қозғайды. Күзгі, көктемгі жауын-шашыннан кейін ол жерге де енді қатынас бар дейсіз. Соны биылдан бастап біздер енді өзіміздің аудандық бюджет арқылы соны шешуге кірісіп жатырмыз. Биыл Жұмаев және еңбекші елді мекендеріне жол тарту жұмыстарын біздер бастап кетіп жатырмыз. Қазіргі уақытта материалдар тасымалданып жатыр. Сол сияқты біртіндеп осындай жалпы 9 кіші елді мекендеріміз бар. Биыл сол екеуін шешсек, қалғандарын сол алдағы 2-3 жылдың ішінде толығымен аяқтаймыз деп отыр. Бірінші кезекте жолдың мәселесі. Тамаша. Бұл аудандық бюджеттен, Бұл аудандық бюджеттен былтырғы жылы бір ірі инвесторларды өзіміздің жаңа салық органдарына тіркеп, яғни мына салықтан жоспарымыз болады ғой, соны асыра орындап отырмыз. Былтыр жыл мысалы жоспарымыз 965 миллион теңге болатын болса, жылдың қорытындысымен 1 миллиард 380 миллион теңге орындадық. Яғни 400 миллион теңгені біздер басқа да жаңа өзіміздің жаңа шешілмеген мәселелерімізге жұмсай аламыз. Былтыр соның 250 миллион теңгесін пайдаландық. Биыл уже біздер 400 миллион теңгесін түгелдей пайдаланамыз деп отырмыз. Осындай мәселелерге біздер жұмсайын деп отырмыз. Жаңа айтып өткен екі бірдей ауылда да өттіңіз. Жалпы енді бізді тамашалайтын көрермендерге дәлел болсын, сол ауылда да жұмыс басталды ма? Ол жерде басталды. Қазіргі уақытта біздер 600 тонна, яғни 20-25 рейс шахман дейміз, КамАЗ дейміз, үлкен жүкті көліктер бар, сонымен шебен тасып біздер бастап кеттік. Яғни қазір осы ақпан, наурыз айларында материалдарды алып қойсақ, сәуір айында бұл жұмыстар бәрі басталып кетеді. Бүгін тексеріске бармайсыз ба ол жаққа? Бүгін барып көрсетіп беруге болады. Болады. Барып қайтайық. Тамашалауға болады. Көріп тұрғандай қызу жұмыс аудандық бюджеттен осы еңбекші елді мекеніне жол салынуда. Көріп тұрсыздар, Тимур Серікұлының өзі келіп тексеруде. Уәде еткеніміздей дәл осы жерге келіп тұрмыз. Енді сұхбатымызды жалғай берейік. Жаңағы жер осы жер, Құрылыс жұмыстарын жаңа айтқандай бастап кетіп жатырмыз біздер. Еңбекші ауылы, үлкен жолымыз бар, Жәнібектен Оралға қатынайтын жол. Осы жерден кіреберіс 2 километр жолымыз бар. 2 километр жол. Осы жол енді жылма-жыл проблема, шалмай жатады енді.
қазір өмір ғой енді жаңағы науқас адамдар болады, жүкті әйел адамдар болады. Осы жолда енді өзіміздің жаңағы бюджет арқылы шешкілеріміз келіп жатыр. Қанша тұрғын бұл ауылда? Мұнда 30 үй бар, 30 үй. 180-ге жуық жаңағы тұрғындары бар. Бұл енді елді мекен ғой, Елді мекен, бұл Ұзынкөл ауылдық округіне қарасты Еңбекші деген елді мекен. Елдерді шақырта қойшы, репортаж. Қызу жұмыс. Қазір енді материалдар тасымалдап, жинақтап жатырмыз. Әзірше жинақталып жатыр. Дайындық. Елдер, біздің өзіміздің жаңағы жергілікті кәсіпкеріміз. Ассалаумағалейкум. Жергілікті мердігеріміз Мансур Маркет деген серіктестік, Елдар деген жетекшісі. Елдар бізде мына 2 километрге қанша еді? 1860 тонна ма еді? Щебенка. Жалпы қажеттілік етеді, Иә. Қазір қаншасын тасып болдыңдар мына жерге? Қазір бір 600 тонна тасып қойдық. 30%-ын тасып болдық. 30%. Иә. Өздерінің техникаларын бәрін жинақтап алды. Енді осыны бәрінде бір айдың ішінде толығымен жаңағыдай 100% бәрін жеткізіп қоюымыз керек. Иә. Көктемде тездетіп осыған кірісіп кетуіміз керек болады. Мердігерсіз, Иә. Қашан құрылыс жалпы жөндеу жұмыстары қашан жоспарланып жатыр? Мына қазір қысқы уақытта материалдарын тасып дайындап қою, сосын ертең жер кеу. Бастағаннан кейін жұмыстарды бастап көтереміз ғой, где-то март, апрель. Сәттілік тілейміз. Енді ана бүкіл жаңа құрылыс нормалары елдер, солардың бәрін қарайсыздар. Соған мұқият болу керек. Уақытылы және сапалығы біздерден талап сол. Бұл жаңа сұхбатта айтылған аудандық бюджеттен бөлініп жатыр. Бұл аудандық бюджеттен. Бұл кішкентай шағын елді мекендерге республикалық бюджеттен басқа бағдарлама жоқ. Ендеше сұхбатымызды жалғастырайық. Енді жалпы жаңа жұмыс орындарын ашу үшін қандай инвестициялық жобалар жүзеге асуда? Биылғы жылға жоғарыда мана сұхбатымда айтқандай 3 миллиардқа жуық жеке инвестиция тартамыз деп жатырық. Енді нақты айтатын болсақ, мына жол салуына байланысты облысымызға, елімізге танымал нефтек компаниясын өзіңіз жақсы білесіздер. Сол жанармай құю станциясы осында келем деп ниет білдірді. Қазіргі уақытта мына жер телімін аукционын біздер өткіздік, келісім шартқа отырдық. Қазір проект жасалып жатыр. Мамыр айында уже бастап құрылыс жұмыстары басталып кетеді. Енді ол жерде кемінде 20-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп жатырмыз. Бұның сыртында өзіміздің жаңа жергілікті кәсіпкерлеріміз бар. Бір кәсіпкеріміз монша кір жуу кешенін салам деп жатыр аудан орталығына. Және де бір кәсіпкеріміз ол жаңадан қонақ үйін салам деп жатыр. Бұл жерде де кемінде әрқайсысында 7-8 жұмыс орны ашылады деп жатырмыз. Енді басқа да жаңағы енді тойхана сияқты 2 мал сою пункті бар біздерде, жем қоймасы бар. Оларда жер телімдерін алып отыр, осы көктемгі уақытты күтіп отыр құрылыс жұмыстарын бастауға. Енді бұның сыртында ауыл аманаты, жастарға арналған жеңілдетілген несие, немесе грант сияқты тетіктерін пайдаланып өзінің кәсіптерін ашам деген біздерде азаматтарымыз бар. Мемлекет. Енді жаңа жұмыс орындары осы сол жаңа тетіктерді пайдаланып ашылады деп мемлекеттік бағдарламаларды қолдануда. Өңірлеріңіздің осы Жәнібек ауданының даму бағытына қандай жобалар бар, қандай жобалар басымдылыққа ие? Енді бюджет арқылы жасалатын жобалар енді түсінікті, белгілі, жыл сайын жаңағы құрылысына немесе күрделі жөндеуге қаражаттар бөлініп тұрды. Жалпы ауданның дамуын осы мен үлкен жолмен байланыстырып отырмын. Айтып өткеткеніміздей 5 шақырым жерде шекара орналасты. Бұл жерде өткізу пунктын статусы, мәртебесі бұл қазіргі уақытта екі жақта. Яғни Қазақстанның, Ресейдің азаматтары көліктері тек қана өте алады. Біздің қазіргі облыс әкімдігінің алдында немесе үкіметтің алдында көтеріп жүрген мәселелеріміз бұл мәртебені халықаралыққа өзгерту, яғни көп жақтыға өзгерту. Біздерде облыс көлемінде 2 жерде бар, бұл Самараға кететін жолды білесіз, Маштакова сырым пункті деп айтамыз ғой. Сол статусты алатын болсақ, ол алдағы уақытта ауданға бір үлкен серпін береді деп ойлаймыз. Себебі мына жерде уже түріктің де машинасы, өзбектің де машинасы, басқа да елдердің машинасы ашылады, өте алады. Соған байланысты осы жерде көптеген жол бойындағы көрсететін қызмет орындары, кемпинг болсын, заправка болсын. Бұл жер енді 9 жолдың торабы ғой енді Жәнібек ауданы. Бұл арқылы кез келген жаққа енді көбі Атырау арқылы айналып барады. Дәл осы жерден тіке түсуге болатынын білеміз. Енді келесі сұрақ жалпы бұл енді жоспарда, алдағы стратегиялық жоспарлар. Енді жалпы
жергілікті проблемалар бар ма? Қазіргі уақытта халықты ең көп алаңдататын мәселелер, шешілмей жатқан, қазір жоспарланып енді жатқан. жол мәселесі шешілгеннен кейін бірақ мәселеміз қалып қойып отыр. Бұл мына киіктің санының көбеюіне байланысты қазір шаруа қожалықтарда, жеке тұрғындарда зардабын көріп отыр. Былтырғы жылы оның үстіне қуаңшылық болды. Жоспарланғанына мал азығын біздер орай алмай қалдық, шөптерімізді дайындай алмай қалдық. Соған байланысты төтенше жағдай жарияланды. Енді жылма-жыл киіктің саны біздерде көбейіп жатыр. Қазіргі мына реттеуге рұқсатты бермей жатыр. Осы мәселе енді алдағы уақытта бір шешім тапса дейміз. Тамаша. Ал енді жалпы ашықтық пен қоғаммен байланыс қалай? Халықпен кері байланыста қандай тетіктер қолданасыз? Ол енді өздеріміздің жаңа әдеттегідей дәстүрлі жаңа халықпен кездесулеріміз. 90 сайын халықпен кездесеміз, ай сайын айына 2 қайтара жеке азаматтарды қабылдап жатамыз. Сондай форматта өтіп жатыр. Енді былайша уақытта да жаңағы өтініш деген сияқты платформалар бар ғой. Сол арқылы өздерінің жаңа арыздарын бере алады. Білім мен медицина қалай? Жаңа мектептер, ауруханалар, Енді кітапханалар. Бұл салаларда да енді өте маңызды. Енді медицина саласына келетін болсақ, 16 медициналық нысанымыз бар. 2 жылдың ішінде біздерде 6 медициналық нысан күрделі жөндеуден өткен болатын. Және де 2 ФАП дейміз, фельдшерлік акушерлік пункт жаңадан салынған болатын Қамысты, Жақсыбай ауылдарында. Енді биылғы жылға 2 елді мекенге шағын медпункт салыну жоспарда бар. Ар жағында қалып тұрған қазір мәселе аудандық орталық аурухананың күрделі жөндеуі. Басқалай осы медицина саласына, денсаулық саласына келетін болсақ, материал техник базалар бәрі жақсы жеткілікті қамтылған. Білім саласына келетін болсақ, бұл жерде де ауыз толтырып айтатындай жетістіктеріміз бар. Күні кеше Ағоба ауылында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Биылғы жылға 1 жылдың ішінде кішкентай біздің Жәнібек ауданы сияқты шағын ауданда 2 мектептің құрылысы басталғалы тұр. Біреу Ұзынкөл ауылында, біреу Жәнібек ауылында Алма Оразбаев мектебінің құрылысы басталады деп отырмыз. Ол КПО БВ қаражат есебінен әлеуметтік жобаларын. Тамаша мектеп. Енді жаңағы айтып кеткендей жаңа спорт, кітапхана жүйесі, немесе мәдениет саласына келетін болсақ, 12 біздерде кітапханамыз бар. Былтырғы жылдан бастап осы кітапхана жүйесін реттеуге біздер түбегейлі көштік. 1 жылдың ішінде 2 жаңадан кітапхана, жаңағыдай айтқандай өзіміздің аудандық бюджеттен салған болатынбыз. 2 жаңадан кітапхана. 1 кітапханамызды күрделі жөндеуден өткіздік, және біреуі республикалық бағдарлама бар, модернизация арқылы өтті. Енді аудан орталығында да үлкен мәселе болып келді. Аудандық орталық кітапхана жүйесі өзінің бөлек ғимаратта болған жоқ. Күні бүгінге дейін осы мәдениет үйінде олар орналасып келді. Және де аудандық балалар кітапханасында да өзінің ғимараты болған жоқ. Екеуі қазір бәрі сол бір ғимаратты, соларға бір арнайы бөлек здание салып беру үшін біздер проект жасаған болатынбыз. Солда ұлттық экономика министрлігінің қолдау тауып, қазіргі уақытта қаржысы бөлінді, жұмыстар басталып жатыр. Яғни 1 жылдың ішінде біздер 5-ін бастап кеттік. Енді биылғы жылға тағы да 3 ауылға Жас Қайрат, Борсы, Тегішіл ауылдарын ойластырып отырмыз. Жаңағы өзіміздің аудандық бюджет есебінен салып беруді. Мәдениет спорт салаларына келетін болсақ та, бұл жерде де енді жақсы қарқынды жұмыстар жүріп келе жатыр. Спорт саласы жалпы ауданымызда жақсы дамыған, соның ішінде жасөспірімдер арасында, балалар арасында спорт. Енді соларға жағдай жасау мақсатында жыл ішінде Жәнібек ауылында заманауи фитнес орталық саламыз деп біздер қазір қаражатын қарастырдық. Тендер дейміз ғой, мемлекеттік жаңағыдай сатып алу рәсімдері бәрі де өтті, келісімшарт мердігер бәрі де анықталды. Және де Жақсыбай ауылында мәдени спорт кешені салынады. Бұл жерде де қазір мәдени спорт кешен. Бұл жерде де қазір мына КПО БВ арқылы өздерінің жаңа конкурстық рәсімдері өтіп жатыр. Жалпы қауіпсіздік жағы, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті нығайту үшін қандай шаралар қолдануда? Ол жерде де енді мына азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, қылмысты азайту мақсатында аудандық полиция бөлімімен біздер тығыз байланыстамыз. Осы күнге дейін көтеріп келген мәселелер болды. Мысалға айтатын болсақ, ауылда бейнекамералар саны аз болған болатын. 2023 жылы
облыс көлемінде аудандардың арасында ең камера азы аудан біздер болғанбыз. 2023-те. 2023-те 14 камера болды. Сол жылы біздер қосымша тағы да 68 камера алып орнаттық аудан орталығында. Енді 2024-те бұл жұмысты жалғастыру мақсатында барлық ауылдық округ орталықтарына кіреберістеріне және де мына басты жаңа оларда енді бір көше болады, басты көшелеріне камера орнатып тастадық. 48 камера қосымша тағы да қойдық. Енді оларға да енді жұмыстар бірталай жеңілдеп қалды. Өздерінің жаңа монитор арқылы бәрін көріп отырады. Ана өздерінде қалай да запись жасайды ғой, өздерінде бір ай ма, 2 ай ма соған сақталып өздерінде запистер қалып қояды. Сондай бағытта жұмыстар жүргіздік. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мына бағдаршамдар орнату жұмыстарын сол қолға алдық. Солар сондай жұмыстарда жүріп жатыр. Айыппұл алаңдары дейді, жаңа штраф стоянка дейді, мал тұрақтар, мал қамайтын жаңа айыппұл алаңдары. Ол да енді ауылдық жерде қазіргі уақытта керек мәселелер. Сондай бағытта жұмыстанып жатырмыз. Сұхбат енді ашықтау ғой. Енді бізге жұмысыңызбен қатар басқа да өзіңіздің жеке тұлға ретінде сұрақтарымыз бар. Жалпы осы жұмыстан бос уақытыңызда хоббиіңіз бар ма, айналысатын? Немен айналысасыз бос уақытыңызда? Хоббилармен тап ондай көп емес. Бірақ та енді қол босаған кездерде үйде шамалы 1 сағат кітап оқитынымыз бар. Кітап оқисыз? Немесе жаңа волейбол, шахмат ойнаймыз. Қандай кітаптар ұнайды сізге? Қандай кітаптар оқисыз? Негізінен енді психологияға қатысты кітаптар ұнайды. Психологияға. Адамды тану, сондай кітаптар. Жалпы қызметте керек дейсіз ғой? Қызметте қажет, өте қажет. Неше түрлі адамдармен кездесіп жатамыз. Күнде инвесторлар, әртүрлі жандар Мен қалай өзіңді ұстау керексің. Қалай нәрсені үйренесің сол жерде. Бос уақыт болады ма жалпы? Бос уақыт енді жұмыстан тыс уақытта ғой. Жұмыстан тыс уақытта. Жұмыстан 7:30-8-де үйге келіп, киімдерімізді ауыстырып, спорт залға барып келеміз. 1 сағат тез шығарып. Жұмыс кестесі? Жұмыс кестесі 8:30-дан сол 7:30-ға дейін жұмыста боламыз. Суббота күні келіп кетеміз. Негізінен сол 80-90% жалпы қызметтесіз. Жұмыста ғой. Жұмыстасыз. Бүгін сізде жаңағы волейболға барасыздар ма бүгін? Бүгін кешкісінде как раз сол біздерде әр вторник, четверг сайын тренировкаларымыз бар. Онда біз дәл келіп тұрдық та бүгінгі күнге. Кешкісінде келуіңізге болады, қош келдіңіз. Бізде бастап болады. Тамашаласақ болады. Болады, келіңіз, қош келдіңіз. Болды, онда 8-де. 8-де. Кешкі? Жәнібек спорт кешенінде. Жәнібек спорт кешенінде кешкі 8-де. Кешкі 8-де. Біздер бірге баратын боламыз. Жұмысыңыз бойынша қандай жоспар тұр дәл қазір? Қазір аудандық полиция бөліміне барамыз. Аудандық полиция бөліміне? Аудандық полиция бөліміне. Олар енді былтырдан бері бір мәселе көтеріп жүрді. Депутаттардың алдарында, жергілікті биліктің алдында көлік сұрап еді. Жұмыстарын жеңілдету үшін. Көлік? 9 ауылдық округ бар. Соларға жаңа барып тұру үшін, қылмыстың алдын алу үшін деген сияқты. Көлігімізде келіп қалды. Соны табыс етіп кетуге, рахметтерімізді айтып кетуге. Қазір біздер соны бара жатып бірге. Куәгер боламыз? Баруымызға да бірге болады, Тамаша. Біздер өздеріңіз көріп тұрғандай, әкіммен бір күн жобасында Тимур ағамыздың жанында бірге еріп жүрміз. Жаңа таңмен сұхбат лездемені көрдік, жиналыстан шығып. Енді дәл қазір Жәнібек ауданының орталығында сұхбат құрып жүріп, енді жұмыс қой ең маңыздысы. Біздің сіздерге кедергі келтірмейік. Сол жаныңызда жүрсек, бақылап жүрсек, сол жеткілікті. Біздің жобамыздың да мақсаты сол. Әкіммен бір күн жалпы. Жақсы, дұрыс. Енді өзіңіздің хоббиіңізді білдік, бос уақытыңызда кітап оқитыныңызды, волейбол ойнайтыныңызды білдік. Енді сол өзіңіздің өміріңізден сұрақтар жолдайық, жалпы отбасылық өміріңіз. Бұл қыздарыңыз жөнінде, отбасылық жөнінде бір-екі ақпар айтып өтсеңіз. Енді үйленгенімізге 20 жыл болды. Жолдасымызбен бірге 4 бала өсіріп отырмыз. 2 қыз, 2 бала. Алды қазір студент. Астана қаласында. Ортаншы балаларым Орал қаласында білім инновация лицейінде сонда жатып оқиды. Орал қаласында. Әжесі сол Оралда. Әкемізді бана айтып кеттім ғой, Марқан. Әкеміз осында
бизнес жұмыс жасады, осы жылы қайтыс болды ертеректе. Бұл жолдасыммен, кіші қызыммен, 10 айлық қызымыз, сәбиіміз бар. Біздер осында жәрмеңкедеміз, осында тұрып жатырмыз. Қазір қолдарыңызда кішкентай қыздарыңыз. Кішкентай қызымыз бар. Биби Сара деген қызымыз бар. Тамаша, Биби тамаша. Сара Асаубаева деген чемпионка қызымыз бар ғой. Соның құрметіне деп жаңа айтып кеттім ғой, шахматты жақсы көремін деп. Болашақта сол Биби Сара апайы сияқты, апатайы сияқты осы айтып еліміздің атын шығарсын деп, көк байрағымызды желбіретсін деген мақсатта сөйтіп. Танымай тұрған сияқты. Руғыға да жақындап қалдық ау деймін. Руғыда келіп қалдық. Бізде Нөмір бірінші біздің мектеп лицейіміз. айтпақшы, мектеп өте ерекше дизайн. Өздеріңіз жасадыңыздар ма? Жоқ, былтырғы жылы біздің өзіміздің ағамыз бар, жерлес ағамыз, қазір Алматы қаласында тұрады. Сұлтан Дүйсенғалиевич деген италиик. Сол кісі демеушілік жасап, осындай мурал деп айтамыз ғой. Иә. Мурал түрінде осы оформлениесін жасап берді. Өте жақсы идея, негізі жалпы барлық мектептерге де салса артық етпейді сияқты. Жақсы ойластырылған дизайны барлығы өте керемет. Мектепте сабақты шамалы оқуға болмайтын сияқты. Иә, сол ағамыз да сондай мақсатпен жасап беріп тұр ғой. Балаларымыз мектепке андай көтеріңкі көңіл күймен келсін деген мақсатта керемет демеушілік жасап берді. Қазір дәл осы жерден марапаттайсыздар ма сонда? Осы жерде? Бұл жерде енді ондай салтанатты түрде ондай жасайын деп тұрған ештеңеміз жоқ. Бұл рабочий процесс қой. Иә. Бір сөз жаңа тілегімізді айтып, рахметімізді айтып осы табыс етеміз. Біздер бақылап қарап тұрсақ болады. Болады. Бұл кедергі жасамайды ендеше. Жақсы. Барып көлік. Осы көліктің қайда табыс айтылды? Иә. Ана көлікте. Осы көлікті табыстағалы тұр. Қайырлы күн, құрметті полиция қызметкерлері, құрметті ауылдастар. Енді осы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бірден бір мемлекеттік орган ол полиция қызметкерлері екенін біздер білеміз. Енді жұмыстарыңыз басқа мемлекеттік органдармен қарағанда бір ауыр. Біздер енді басқа жаңағы органдарда 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасайтын болсақ, сіздерде ненормированный деп айтамыз ғой. Сондықтан мына жұмыстарыңызды жеңілдету мақсатында, қылмыстың алдын алу мақсатында өздеріңізге мына бір аудандық бюджеттен бір көлік табыс етуге рұқсат етіңіздер. Жанболат Абаевич. Тек игілікке ауданымыз, еліміз тек тыныш болсын дейміз. Енді былтырғы көрсеткіштерді бәрінде көріп жатырмыз. Қылмыстың саны былтырғы жылмен 2023-пен салыстырғанда 53.9%-ға азайған екен. Қылмыстың ашылуы 94.7%-ды құрап отыр. Үлкен жұмыс, үлкен нәтиже. Сол жергілікті атқарушы органның бізден үнемі сіздерге қолдау болып тұрады. Сол осыны қабыл алыңыз. Рахмет көп. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Автокөлік құтты болсын. Жақсы, рахмет. Осы енді елге қызмет етеміз ғой біз енді. Сол мақсатқа пайдаланамыз. Елге қызмет тұлпарларыңыз құтты болсын. Рахмет. Қуаныштымыз, біздер дәл үстінен түстік. Біздер бүгін Тимур мырза жөнінде әкімнің бір күн жобасы қаласынан келіп жоба түсіріп жүргенбіз. Сіздерге де қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет көп. Жақсы. Рахмет. Осы емес. Үлгердіңдер ме оформлениені жасап? Салафандармен тұрып керемет. Доңғырақтар жемей ме? Иә, жемей. Жақсы, игілікке. Салафанымен тұрады. Ішін түсіріп алуға болады. Бұл сұхбатта, блиц сұхбатта қысқа нұсқа жауап беру керексіз. Тез, қысқа нұсқа.
жалпы сізді шабыттандыратын тұлға бар ма? шабыттандыратын тұлғаларымыз бар. Ол енді мемлекеттік қызметте болған біздің өзіміздің жерлесіміз Мұстафин Беляұлы Асан. Ал былай жұмыстан бос уақыттарыңызда фильм қараған ұнатасыз ба? Оларға көп қол тие бермейді. Қандай фильм ұнайды? Тарихи. Көбіне. Тарихи. Енді спортпен шұғылданатыныңызды жақсы білеміз. Сүйікті ойыныңыз? Волейбол, шахмат. Волейбол, шахмат. Келесі сұрақ. Музыка тыңдауды ұнатасыз ба? Музыка тыңдауды ұнатамыз. Қандай музыка? Бұл өзіміздің жаңа студент кезіміздегі әндер ғой. Ностальгия. Хиты 2020 деген сияқты. 2000 жылғы. 2000 жылғы. Саяхаттаған ұнатасыз ба? Жалпы жақсы ғой. Қай елдерде болдыңыз? Көп алыста болған жоқ сол. Турция, Азербайжан, Ресей сияқты. Айнала. Енді жалпы өміріңіздегі ең үлкен жетістігіңіз деп нені есептейсіз? Балаларым. Балаларыңыз. Құдайға шүкір, төрт балам бар, екі бала, екі қызым. Солармен мақтанамын. Сіз үшін бұл енді дәстүрлі сұрақтар бізде үнемі қонақтарымызға, спикерлерімізге қойып тұрамыз. Сіз үшін ең маңызды өмірлік қағида қандай? Адал болу, әділ болу, таза болу. Рахмет. Осымен енді біздің Блицтағы сұрақтарымыз аяқталды. Енді таңнан бері өте ерекше сұхбат болған секілді, көрермендерімізде біздің спикерімізбен жақын таныс болған секілді. Көп рахмет. Кедергі жасамайық. Дайындықта сәттілік, жеңіс. Сонымен Жәнібек ауданындағы сұхбатымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі қай ауданда болғанымызды қаласаңыздар комментария қалдырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.